Асыл сөзді іздесең, абай тоқы ерінбе. Адамдықты көздесең, жаттап оқы көңілге. Адам баласы ұрпағымен мың жасайды дейді дана халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адам баласы мың емес, одан да көп ғасыр жасайды. Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабағымыз Абайдың үміті, қазақтың үміті болған, бірақ өмірден жастайынан ерте өткен Әбдірахман бейнесіне арналатын болады. Сабағымыздың тақырыбы «Тұла бойың ұят ар едің жоқтауы». Сабақтың оқу мақсаты көркем мәтінді пайымдап, оқырмандық ұстанымын білдіре отырып, мәнерлеп оқу. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын сіздерге ой түрткі сұрақтары беріледі. Абайдың неше ұлы болған? Әбіштің шын есімі кім? Оқушылар, бұл сұраққа сіздер жақсы жауап берді деп ойлаймын. Дегенмен дұрыс жауабына назар аударайық. Абайдың 7 ұлы болған. Олар Ақылбай, Әбдірахман, Әкімбай, Мағауия, Тұрағыл, Микаил, Іскаил. Әбіштің шын есімі Әбдірахман. Жарайсыздар оқушылар, сіздер де жақсы жауап берді деген сенімдемін. Абай шығармашылығы қазақ әдебиетінің, әлем әдебиетінің, адамзат қоғамының өшпес, ескірмес асыл қазынасы. Абай сүйікті ұлы Әбдірахманға бірнеше өлең арнаған. Сол өлеңдердің бірі бүгінгі біздің тақырыбымызға өзек болып отырған өлең «Тұла бойың ұят ар едің» өлеңі. Бұл өлеңді өмірден ерте үзілген сүйікті ұлының қазасына айтылған әке жоқтауы, жоқтау өлеңі деуге болады. Абай Әбдірахман бойынан толық адам қалпына сыятын барлық қасиеттерді көреді. Адам барлық қасиетімен кемел, толық болуы үшін қайрат, ақыл, жүрек бірлігінің болуы шарт деп түсіндіреді. Әбдірахманның жүрегі жылы, бойы құрыш, туысы жаннан бөлекті, ғылымға көңілі зеректі. Дей отырып, ақын Әбіштің бар қасиетімен кемел екендігін танытады. Тұла бойың ұят ар едің, ескеріп істеп ойлаған, тәуекелге нар едің, талаппен терең бойлаған. Ерлікке де бар едің, үйренуге тоймаған, жасқа жас, ойға кәредің, атаңның атын жоймаған. Замана неткен тар едің, сол қалқамды қоймаған. Жаңа таныс болған Абайдың «Тұла бойың ұят ар едің» өлеңі Әбдірахманның қайғылы қазасынан кейін жазылған. Көлемі шағын болса да, мағынасы ауыр өлеңді Абай 1895 жылы 50 жасында жазған. Әбдірахманның асыл қасиетін, қимас бейнесін суреттеген өлең Мүрсейіт қолжазбасында сақталып келіп, алғаш рет Абайдың 1933 жылғы жинағында жарияланды. Қайғы жұтқан Абай баласына арнап жазған бұл өлеңінде Әбдірахманның ерекше қасиеттерін айтады. Ұят пен ардан аттамаған, оларды қашанда биік ұстаған, ой мен ақылға ерте тоқтаған, үйренуден шаршамаған, тәуекелшіл, талапты Әбіш кез келген істің артын бойлайтын. Жасқа да, кәріге де бірдей сыйлы жан. Атаның атына кір келтірмеді, абыройына дақ түсірмеді.
Сөйтіп атаның атын жоймады деп егілген ақын енді сондай асыл адамды тағдыр қалдырмады деп қасіретке батады. Өлеңнің өне бойынан Әбдірахманның адами болмысын, асыл қасиеттерін түсініп, оның Абайға қаншалықты қымбат перзент болғанын аңғарамыз. Өлең орыс, ағылшын, француз, неміс, қытай, корей, поляк, нидерланд, тәжік, түрік, өзбек, сондай-ақ өзге де көптеген әлем тілдеріне аударылды. Балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Жаңа танысқан өлеңіміз лириканың қай түріне жатады? Әрине оқушылар, өлең көңіл-күй лирикасы жанрында жазылған. Абай тағдыр ісіне көнсе де, сұма жалдың қатыгездігіне, замананың тарлығына киіп, асыл туған Әбдірахманды қимайтынын, оның аяулы бейнесі ешқашан ұмытылмайтынын байқатады. Сіздер де жақсы жауап берді деген сенімдемін. Енді оқушылар, тапсырмамен жұмыс жасауға көшейік. Сіздерге беріліп отырған бірінші тапсырма. Попс формуласын қолданып, өлеңдегі ақпараттар бойынша өз пікірлеріңізді дәлелдеп жазыңыздар. Оқушылар, сіздерге бұл тапсырма қиынға соқпады деп ойлаймын. Дегенмен, экранға назар аударып, болжамды жауаппен өз жауаптарыңызды сәйкестендірсеңіздер болады. Менің ойымша, бұл өлең жолдарында Абай өлген баласының тал бойындағы тамаша қасиеттерін есіне алып, оның асыл азаматтық бейнесін қара сөзбен суреттеп шыққан. Себебі өлеңді оқыған әр адам Әбдірахманның қандай азамат болғандығын, оның тұлғасын асқақтатып тұрған қандай адамгершілік биік қасиеттері бар екендігін жазбай таниды. Онымен жасқа жас, ойға кәредің, атаңның атын жоймаған деген үзіндімен дәлелдеймін. Осыған байланысты мен бұл өлең ел үшін туған, халқының қамын жеген азаматтың болмысы қандай болатындығын анықтап берген ақиқат, сындарлы сипаттама деген қорытындыға келдім. Олай болса оқушылар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырма балалар, екі түрлі түсініктеме күнделігі әдісі бойынша бөліктің оң жағына өлеңнен қатты әсер еткен үзіндіні жазасыздар. Ал бөліктің сол жағына сол әсер еткен үзінді жайлы өз пайымдауыңызды, себеп салдарын түсіндіресіздер. Оқушылар, бұл өлеңнен маған заманан еткен тар едің, сол қалқамды қоймаған үзіндісі қатты әсер етті. Себебі Абай осыған дейінгі Әбдірахман баласының өліміне арнап жазған өлеңдерінің соңында өзін сабырлыққа шақырып, түйін жасап отырса, бұл өлеңді тағдыр ісіне налығандай көңіл танытып аяқтаған. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында сіздерге беріліп отырған үшінші тапсырма тест сұрақтары. Экранға назар аударып, дұрыс жауаптарын белгілеп өтіңіздер. Жауаптарыңызды белгілеп болсаңыздар, экранда берілген дұрыс жауап нұсқаларымен салыстырып өтіңіздер. Тұла бойың ұят ар едің өлеңін Абай 50 жасында жазған. Абай бұл өлеңді Әбдірахманға арнап жазған. Адам барлық қасиетімен кемел,
толық болуы үшін бойында қайрат, ақыл, жүрек бірліктерінің болуы шарт. Әбдірахман 27 жасында дүниеден озды. Өлең алғаш рет 1933 жылы жарияланды. Оқушылар, сіздер де бұл сұрақтарға мүдірмей қатесіз жауап берді деп ойлаймын. Олай болса, үйге тапсырмаға назар аударыңыздар. Абайдың «Тұла бойың ұят ар едің» өлеңіндегі ой тұжырымдарын өзге шығармалармен байланыстыра отырып, пайымдау мәтінін жазасыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда Абайдың «Тұла бойың ұят ар едің» өлеңімен танысып, көркем мәтінді пайымдап, оқырмандық ұстанымды білдіре отырып, өлеңді мәнерлеп оқыдық. Келесі білім алаңында кездескенше сау болыңыздар.